Lesson 31. Күнде үйде айтылатын ағылшынша фразалар. Ұлым, оян. Wake up, son. Тұратын уақыт болды. It's time to get up. Тұр, таңғы асымызды ішейік. Get up. Let's have breakfast. Қазір 5 минутта тұрамын. I will get up in 5 minutes. Мен таңғы асты дайындап жатырмын. I am making breakfast. Төсегінді жинауды ұмытпа. Don't forget to make your bed. Тамағынды жақсылап же. Eat well. Сабағынды жақсы оқы. Study well. Анашым, ақша бере аласыз ба? Mom, can you give me some money? Абайлап жүр. Be careful. Бар, киімінді ауыстыр да қолынды жуып кел. Go, change your clothes and wash your hands. Мені әкем шақырып жатыр. Dad is calling me. Ойнағанды тоқтат, сабағынды оқы. Stop playing. Do your homework. Әке, тағы кішкене ойнай тұрайыншы. Dad, can I play a little bit longer? Не істеп жатырсыңдар? What are you doing? Ағам екеуміз үй жұмысын істеп жатырмыз. I am doing my homework with my brother. Беті қолынды жу да ұйықта. Wash up and go to sleep.